Toyota әлемдегі алып автомобиль жасау компанияларының бірі. Бастапқыда Toyota компаниясы тігін станоктарын жасаумен айналысқан. Тіпті инеден өткізілген жіп Toyotаның белгісінен көрініс тапқан. Алғашқыда компания атауы Toyota Automatic Loom Works деп аталған. Toyota Automatic Loom Works-тің негізін салған Sakichi Toyoda. жылы Toyota Motor Corporation жеке бөлініп шыққан соң, Toyota атауы Toyotaға өзгертілген. Біріншіден Toyota құлаққа жағымды естіледі. Екіншіден Жапонның катакана әліпбиінде Toyota сөзі 8 белгіден тұрады. Жапонияда 8 саны сәттілік пен байлықтың белгісін білдіреді. Жиырмасыншы ғасырдың басы мен ортасына қарай Жапония Азия елдеріне басып кіріп, Қытай, Ұлыбритания және ақш секілді мемлекеттерге соғыс жариялады. Осыған орай Жапония әскеріне автомобильдер аса қажет еді. Sakichi Toyodaның ұлы Kiichiro Toyoda осыны дер кезінде түсініп, автомобильдер жасауға шешім қабылдаған. Өзінің алғашқы автокөлігін жасау үшін Kiichiro Toyoda ақшқа арнайы барып, американдық DeSoto Airflow автокөлігін сатып алды. Ол көлікті Жапонияға алып келіп, зерттеу үшін бөлшектеп тастаған. Осылайша ол Toyotаның алғашқы автокөлігі Toyota AA-ны жасап шығарған. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапония жеңіліс тапқан соң, Toyota компаниясы банкрот халінде болды. Компанияны тығырықтан Корей соғысы шығарды. Себебі Корей соғысында ақш әскері көліктерге мұқтаж болып, Toyota компаниясына тапсырыстар берген. Автомобиль жасау тарихындағы сатылымы ең жоғарғы автокөлік Toyota Corolla болып саналады. жылы Corollаның алғашқы буыны жарық көрсе, бүгінгі таңда 12-ші буыны өндіріледі. Бұл көліктің әлемде 50 миллионнан аса данасы сатылған. Жапонияның императоры Toyota Century автокөлігін пайдаланады. Бұл көлік консервативті дизайнде жасалған. Toyota Century Жапонияның ішкі нарығы үшін ғана шектеулі тиражда қолмен жасалады. жылы нарыққа шыққан Toyota RAV4 автокөлігі кроссоверлердің бүкіл әлемге танымал болуына ықпалын тигізді. RAV4 атауы Recreation Active Vehicle, яғни белсенді демалысқа арналған көлік дегенді білдіреді. Ал 4 саны көліктің 4 дөңгелегінің тартатындығын білдіреді.
Toyota компаниясының штаб-пәтері Жапонияның Тойота қаласында орналасқан. Бұрын бұл қала Коромо деп аталған. Бірақ 1958 жылы жергілікті билік Toyota компаниясының құрметіне қала атауын беруді ұсынған. Toyota қаласында Toyotаның 7 зауыты бар. Toyota компаниясы әлі күнге дейін Toyota отбасына тиесілі. Қазіргі таңда компанияның президенті Акио Тойода.